Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Қарағанды көлік технологиялық колледжінің химия пәнінің оқытушысы Кайырбекова Индира Амангазиевна. Сіздердің назарларыңызға химия сабағында студенттердің құзыреттілігін қалыптастыруда заманауи технологиялардың тиімділігі атты баяндамамды ұсынғалы отырмын. Педагогикалық еңбек тәжірибемде көптеген әдіс тәсілдерді қолданып келе жатырмын. Соның ішіндегі ең тиімді әдіс тәсілдермен сіздермен бөліскелі отырмын. Кез келген жаңа білім беру кезінде жағдаяттарды шешу, дұрыс шешім табу, сараптама жасау мақсатында кейс стади әдісі, сонымен қоса алған білімдерін қорытындылау, қаншалықты меңгерген деңгейін анықтау мақсатында уақытты үнемдейтін бағдаршам әдісін жиі қолданамын. Сыни тұрғысынан ойлау технологиясының кросс-сенс әдісі де қолданылуда. Студенттерге 9 тор көзінен тұратын сурет беріледі. Дәл ортасында мағынасы жағынан барлығын бір арнаға жинақтайтын тоғыстыратын сурет. Яғни студенттерге галогендер тақырыбына байланысты кросс-сенс берілді. Студенттер галогендердің химиялық элемент ретінде және жай зат ретінде сипаттама бере отырып, өз беттерімен білім алып, алған білімдерін қорытындылайды. Сонымен қоса сабақта фишбоун әдісін жиі қолданамыз. Мысалы ретінде химиялық реакциялардың жылдамдығы атты тақырыпты алатын болсам, ол біздің негізгі басты мәселеміз болды. Осы жылдамдыққа әсер ететін факторлар осы себеп болды. Осы себептерді анықтайтын, дәлелдейтін фактілерді келтірді. Нәтижесінде студенттер өздерінің химиялық реакциялардың жылдамдығына байланысты білімдерін қорытындылады. Сонымен қоса сабақта ақпаратты коммуникативті технологияларын онлайн сервистерін өте жиі қолданамын. Атап айтқанда, өзіме ұнайтын ол Quizzes сервисі. Бұның басқа сервистерден айырмашылығы бірден бір сабақ жасап, бір сабақтың ішіне қажетті презентацияңызды, видеоңызды жүктеп, сонымен қоса әртүрлі викториналарды жүзеге асыруға болады. Яғни тест жүзінде бір жауапты, бірнеше жауапты, сонымен қатар ашық сұрақтарды да енгізіп, бір сабаққа жүктеуге болады. Өз сөзімді қорытындылай келе, химия сабағында заманауи технологияларды қолдансақ, студенттердің алған білімі теориялық практикамен ұштасады, бәсекеге қабілетті, білікті, жан-жақты болашақ мамандарды дайындауға мүмкіндік береді. Құзырлылық адамның рухани байлығы, бәсекеге кез келген сайлылығы, кәсіби қызметінің биігінен көрінеді тек ұстаздың студентке жайлылығы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.